Транзанту Салем Салех әлем кубогы. Е4 С5 Сицилиян қорғанысы, ат F3 D6, D4 CD, ат D4 ат F6, ат C3 A6 бұл енді Мигель Найдеров варианты. H3 E6 Схивенингенге көшіп кеттік. G4 бұл енді кімнің керістің шабуылы деп аталады. Піл E7 G5. Өрт сөндіргіш қорғаушы атқа шабуыл жасап жатыр. Ат F7, піл G2 бұл енді фианкетті мәселесін ұмытпаймыз. Ат C6, H4, рокировка B3, тура E8. Бұны кезінде Гарри Кимович Каспаров ойлап тапқан. Егерде Гарри Кимовичтің шығармашылығымен танысатын болсаңыздар, бұның барлығы белгілі. Піл B2, піл F8, тура E8, піл F8 деген сияқты уәзір D2 алдық және B5. Бұл уәзір қанатындағы қалыпты жүрістердің бірі. Рокировка піл B7, патша B1 өте дұрыс, өйткені C жолы қауіпті, B жолы тамаша. Тура C8, F4 және уәзір B6. Жүр, бауырым, екеуміз эншпіл ойнайық, ойынның соңын ойнайық деп атам. Уәзір D2 және ат C5. Мүмкіндік бар болса B4 және негізгі орталықтағы сарбазды алу. F5 транзанту ештеңеден қаймығып тұрған жоқ. B4 ат A4 алдық және піл C6 мына сарбаздың қал жағдайын білу. G6 міне түсі енді әртүрлі жақта орналасқан патшалар шабуылы енді көреміз. Кім бірінші деді? Не ақтар, не қаралар. Алдық және алдық. Мына A4 деген алдық. Мүмкін қазір C2-ке кіріп қалармыз. Тура C1 және HG алдық. Өйткені мына H жолын ашпауға тырысу керек. H5 тағы да алдық. Тура H5 және тура C3. Бұл да Сицилиян қорғанысының қалыпты жүрістерінің бірі. Жалпы, егерде Сицилиян қорғанысын ойнайтын болсаңыздар, міндетті түрде Гарри Кимович Каспаровтың шығармашылығын өте мұқият зерттеу керек. Уәзір G5, уәзір E3, жүр бауырым, тағы да не көрейік дейді ғой, осы ойынның соңын көрейік дейді. Уәзір H4 және піл C2 шах. Ештеңеден қысылмайды. Нақта мат деген мәселенің ауылы әлше алыста. Бұлай патша A1 және піл D3 мына торды бақылауға алу керек. Өткені қарсылас деген тура H8, тура F1 деген сәрекет жасаған кезде. Бұлай және тура C8. Тамаша. Егерде мынаны алатын болсаңыздар, шах алдық, патша B2 және тура B1 мат болады. Шах, бұлай алдық және алдық. Ештеңеден қорықпаймыз. Егерде алатын болсаңыз, онда тура C1 және тура B1 болады. Шах, кеттік, шах, қаштық, H1 және тура C1 шах осымен ойнайық. Тамаша. Салем Салехтің осындай бір қасиеті бар, шабуыл жасағанда керемет жақсы көреді. Өйткені егерде мынаны алатын болсаңыздар, енді белгілі уәзір D4 шах, бұлай және уәзір C3 мат.